Қасиетті Рамазан айы мейірім мен берекенің, сабыр мен шүкіршіліктің айы. Бұл айда әр шаңырақта ауызашарға ерекше дайындық жүреді. Бүгін біз шайханамызда бір өнегелі отбасының ауызашарға дайындығына куә боламыз. Бұл шебер әке, өнерлі ана және еңбекқор бала тәрбиеленген берекелі отбасы. Отбасының тірегі әке, ол өз ісінің шебері, тәжірибелі аспаз. Әкеміз ауызашар дастарханына арнап дәмді тағамдарды үлкен ықыласпен әзірлеуде. Әр тағам оның маңдай тері мен адал еңбегінің жемісі. Өйткені қонаққа дәмді ас ұсыну қазақтың қастерлі дәстүрі. Ал бұл шаңырақтың берекесін кіргізіп отырған өнерлі ана. Ол дастарханды ұқыптылықпен, ерекше талғаммен безендіруде. Әрбір ыдыс өз орнын тауып, дастархан сәнге толды. Қонақ келсе құт келеді деген дана сөз осындайда айтылса керек. Бұл отбасында еңбекке баулу басты тәрбие. Сондықтан кішкентай бала да шетте қалмай, ата-анасына көмектесіп, еңбекқорлықтың үлгісін көрсетуде. Міне, күн де батып, ауызашар уақыты жетті. Берілген несібеге шүкір айтылып, дастархан басына береке орнады. Ауызашар тек ас ішу емес. Бұл бірлік пен сыйластықтың, үлкенге құрметпен, кішіге ізеттің көрінісі. Шебер әке, өнерлі ана, еңбекқор бала бар жерде әрдайым береке мен татулық болады. Қасиетті Рамазан айы баршаңызға мейірім, молшылық және амандық әкелсін.